Бүгін Алматыда Нұрсұлтан Назарбаевқа Алатау ауданынан салынатын жаңа мешіттің жобасы таныстырылды. Нысанның макетін тамашалаған елбасы оған оң бағасын берді. 16 000 шаршы метрді құрайтын ғимараттың аумағына бір мезетте 7 000 адам құлшылық ете алады. Архитекторлар президентке нысанның ерекшеліктерін егжей-тегжейлі айтып берді. 75 метрлік 9 мұнарасы бар мешіт бірнеше ауданның қиылысқан жерінде орналасады. Құрылыс аяқталғаннан кейін оған келушілер саны да көп болады деп күтілуде. Мешітте ислам кітапханасы, әкімшілік бөлім, намаз оқитын зал, әйелдер корпусы, діни рәсімдер өткізуге арналған зал, медресе мен шеберхана және дүкендер орналасады. Сондай-ақ президент осы жерде діни конфессия өкілдері және зиялы қауыммен кездесті. Алатай ауданында универсиада деп керемет сарайлар салдырды. Көрдіңдер ме? Керемет үйлер салдырды. Мешіт болады. Болашақта уже Алматының әкімшілігі осы жаққа көшеді деп ойлаймын. Мына жерді тазалау далада тұрған. Дұрыс. Қаланың ішін кішкене жеңілдету үшін жағдай. Бұл жерде ақсақалдар тұра беріңдер, егерде мен Астананы ауыстырмасам не болады деді мына қалада? Әрине. Тұрып қалады дедік қой, жүре алмай.